Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен алмалы бәліш пісіретін боламыз. Шарлотка пирогы. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады, дәмді. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ болып көпіргенге шейін жақсылап миксермен араластырамыз. Айранымызды және сұйық майымызды қосып, және жақсылап араластырамыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Енді 1 шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл бізде сода айранмен реакция береді. Сол үшін уксуспен газ етудің қажеті жоқ. Мен 3 алма алдым. 2 алманың сыртын аршып, майдалап турап алдым. Біреуін 1 алманы әрлеу үшін қалдырдым. Сіздер 4 немесе 5 алма қоссаңыздар болады. Формочкамен де 22 сантиметр, 180 градуста шамамен 40-50 минуттай пісіреміз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Бағалары өте қолжетімді, және де менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.